Жұмыс істемей отырған әйелдердің нагрузкасы сыртта жұмыс істеп жүрген еркектерден де ауыр болады дейді. Өйткені домохозяйкалардың арқалайтын проблемасы жаман ауыр дейді. Шынымен де сондай ғой. Мысалға біз енді өзімше жаңағы мен уақытынан келдім, мен жаңағы 20 мен бәрін жерде мен мұнай қазып келе жатырмын, мен анау деп айтады ғой. Ал ол бір шетінде разнообразие. Еркектер сыртқа шығады, басқа балдармен әңгімелеседі, табиғатты көреді, машиналарды көреді, әртүрлі нәрселерді. Былайша айтқанда олар адамдар әртүрлі 20-30 күн әртүрлі нелерді көріп келеді. Ал мына әйелдер домохозяйка ақша таппайды, анау дейді ғой, далбаса әңгіме. Себебі үйдің ішіндегі берекені ұстап отыру деген жаман ауыр мал. Күнделікті қайталана беретін тірлік психически тозып жібереді. Как раз таки төрт қабырғаның ішінде отырып, ешкіммен әңгімелеспегеннен кейін, мынандай жаңа объектілерді қабылдамаған кесірінен әйелдер тозып кетеді. Соның үшін олар күйеулеріне айтады: Құдай үшін мен басқа бір жерге апаршы, басқа ортамен араласайын. Мына өлуге айналдым мен бұл жерде деп.